Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай жұп-жұмсақ мамықтай болып шығатын бауырсақтарды бірге дайындаймыз. Егер сіздер дәл осы рецептімен жасайтын болсаңыздар, сіздердің бауырсақтарыңыз жұп-жұмсақ, іші ауаға толы, үлпілдек мамықтай болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Жалпы мен бауырсақ ашытқанда ешқандай да артық затты пайдаланбаймын. Сүттің де жұмыртқаның да қажеті жоқ. Қарапайым жылы суға 1 шай қасық тұзымызды саламыз және қантты өз қалауыңызша саласыздар. Мен мына жерде 3 ас қасық қант салдым. Және барлығын қасықпен бір араластырып аламын. Содан соң үстіне 2 шай қасық дрожжымды саламын. Керек заттардың барлығын сіздерге описанияға қалдырып кетемін. Мөлшерін өз қалауыңызша азайтып немесе көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Дрожжымызды салғаннан кейін бір араластырып, үстіне сұйық майымызды құямыз. Және мен сұйық майдан осындай 1 шай қасық қана аздаған алып қаламын. Ол бізге кейінге қажет. Содан кейін біздің ұнымызды салатын боламыз. Менде бұл жерде ұн алдын ала електен өткізілген. Онды міндетті түрде електен өткізіп алғандыңыз дұрыс. Бас кезінде осылай қамыр сұйық болып тұрғанда мен ұнды үнемі осылай қасықтың көмегімен былғаймын. Кейіннен ұн қоюланып, қолға икемге келгенде қолмен жұмыс жасауды бастаймын. Бұл жерде ұнның барлығын бірден салып жіберіп керек емес, себебі біздің бауырсақтарымыз тығыз болып кетуі мүмкін. Сол себепті де ұнды осылай видеодағыдай аз-аздан сала отырып, біздің қамырымызды илейтін боламыз. Бұл жерде біз жұмсақ, қолға сәл жабысатын қамыр илеуіміз қажет. Мінекей біздің қамырымыз әбден қоюланды. Енді қолымыздың көмегімен нанымызды илейміз. Нанымызды илеу барысында нанымыз қолға осылай қатты жабысып жататын болса, шетінен ұнымызды аз-аздан сала отыра, нанымызды бір-біріне біріктіретін боламыз. Жалпы мен нан илегенде ұнды және де суды арнайы таразының көмегімен өлшемейді екенмін. Барлығында көз мөлшерімен жасаймын. Сол себепті де мен описанияға нақты мөлшерін жазған жоқпын. Егер сіздерде видеодағыдай ұнын өте қатты көп салмай, наныңызды қатты басып жібермей жасайтын болсаңыздар, сіздердің де нандарыңыз жұп-жұмсақ үлпілдек болып шығатынына сенімдімін. Мінекей бізде осындай шағын нан шығады. Бұл 2 есе көтеріледі. Сонда менде шағын 1 жайым нан шығады. Мінекей бізде осындай жұп-жұмсақ, қолға сәл ғана жабысатын осындай қамыр шығады. Осы кезде мен манаға алып қалған 1 шай қасық сұйық майымды құйып жіберемін де, нанның барлық жеріне тигізіп бір басып шығамын. Сол кезде сіздердің нандарыңыз сондай жылтырақ, жұп-жұмсақ әрі шарадан көтеріліп шыққанда оңай алынады. Шараңыз да таза күйінде қалады. Мінекей мен мана дайындап қойған ұннан осынша ғана ұн қалды. Біздің дайын болған қамырымызды бетін ауа өткізбестей етіп жауып, жақсылап жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. 1 сағат өткеннен соң біздің нанымыз 2 есе көтерілетін болады. 1 сағат уақыт өткеннен кейін, мінекей біздің нанымыз осындай үлпілдеп көтеріліп шығады. Көріп тұрғандарыңызда өте жұмсақ, қолға жабыспайды. Себебі біз мана нанымызға сұйық май құйғанбыз. Ешқандай да қолымызды суламай, ұн қоспай, осылай нанымызды тағы бір басып, бетін жауып, тағы да жарты сағатқа қалдырамыз. Егер де сіздер асығыс болсаңыздар, наныңызды осы сәтте бірден алып, пісіре берсеңіздер болады. Алайда тағы да жарты сағат уақытқа қойсаңыздар, нандарыңыз одан сайын көтеріліп, үлпілдеп, жұп-жұмсақ болып шығады. Мінекей жарты сағат өткеннен соң нанымыз осылай үлкен болып көтерілді, үлпілдек болып. Енді үстеліміздің үстіне молырақ қып ұн себе берсе болады. Және де нанымызды қойып, көрдіңіздер ме? Нанымыз шарадан бірден алынды. Ешқандай да жабыспай, сол себепті де нанды майлаған дұрыс.
Енді осылай ұнымызды мол ғып сүйіп, оқтаудың көмегімен нанымызды жаятын боламыз. Нанды жайған сәтте, егер сіздер нандарыңыз піскен кезде сондай бір тығыз болғанын қаласаңыздар, ендеше наныңызды қалыңдау етіп жаясыздар. Ал егер наныңыз менікі секілді арасы ауаға толы болғанын қаласаңыздар, осындай жұқа етіп жайсаңыздар болады. Ол енді өз қалауларыңыз. Енді бауырсағымыздың формасын өз қалауыңызша кесесіз. Мен осындай дөңгелек етіп кестім. Өте әдемі көрінеді. Сіздер қаласаңыздар 4-1 ромбик тәріздес қып кессеңіздер болады. Енді менің табама мән бермеңіздер, бұл мен үнемі нан, сондай тағы да басқа заттарды қуыруға арналған арнайы ескі табам. Соның үстіне сұйық майымызды, сондай-ақ осылай мен үнемі нан пісіргенде тоң май пайдаланамын. Аздаған тоң май саламыз және де майды қатты қызғанша күтеміз. Майымыз қызғаннан соң бауырсақтарымызды саламыз. Және бұл жерде бауырсақтарды неғұрлым шұңғыл ыдысқа пісірген дұрыс. Мен табада пісіре беремін. Барлық жеріне батып, жаңағыдай бір жері ақ, бір жері сары болып қалмас үшін бауырсағымыздың осылай бірден екі жағына аунатып тұрсаңыздар, сіздердің бауырсақтарыңыздың барлық жерде бір тегіс пісетін болады. Және піскен бауырсақтарымызды майын әбден сорғытып, қағаз майлықтың үстіне қоятын боламыз. Біздің бауырсақтарымыз қатты майлы болмайды, себебі тоң май пайдаланғандықтан. Осылайша біз барлық бауырсақтарымызды пісіріп аламыз. Егер сіздерге менің видеом ұнап жатса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп жанындағы қоңырауша белгісін басуға ұмытпаңыздар. Осымен біздің бауырсақтарымыз дайын. Қараңыздаршы, іші үлпілдеп, ауаға толы, жұп-жұмсақ. Маған өзі бауырсақтардың осылай піскені қатты ұнайды. Міндетті түрде дәл осы рецептімен жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға көп рахмет.